Құрметті сұлулар, бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын қаймақты бәліштің рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен таза ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп міндетті түрде шекерімізді қосып алдым. Содан соң разрыхлитель қосып жақсылап араластыратын боламыз. Енді бөлме температурасындағы осындай май қажет болады. Мендегі май пампушка майы. Жаңағы дайындап алған ұнымызға майымызды салып, осындай крошка дайындап аламыз. Дайын крошкамызға бір жұмыртқаны салып, песочный тесто дайындап аламыз. Менде осындай жұп-жұмсақ, өте қолдануға өте ыңғайлы осындай тесто дайын болды. Оны бір шетке қоя тұрамыз. Содан кейін ортасындағы салмамызға кірісетін боламыз. Қаймаққа шекер және 4 жұмыртқамызды араластырып, бір келкі масса дайын болғанша осылай вилканың немесе венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте табамызды дайындаймыз. Мен осындай таба қолдандым. Ішіне пергамент қағазын төсеп, жаңағы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуі үлкендеу болса, екінші одан кішірек болады. Үлкендеу қамырымызды табамыздың осылай астына жайып аламыз, теп-тегіс қылып. Екінші бөлігін осындай бортиктерін шығарып аламыз. Содан кейін дайын болған салмамызды осылай құя саламыз. Содан кейін пешке жіберетін боламыз. Осымен қаймақты бәлішіміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.